Ғабит Мүсірепов, Ұлпан, 3 бөлім, 1 тарау. Ұлпан байғұстың бұдан кейінгі 10 жыл өмірі еркек шыдай алмас, әйел ғана шыдар азапта өтіп келе жатыр. Барлық міндеті кісіде, күні-түні күзетте 9 жыл жатып, Есеней былтыр қайтыс болды. Қол аяғынан жан кетіп, Есеней де Артықбай батырға ұсап, сал болып қалып еді. Қол аяғы қалшылдап селкілдеп, бар денесін теңселтті де жатты. Қол ұстаудан, аяқ басудан біржола айырылды. Көп өмірі жорықта өткен, көп жараланған адам еді. Әлдеқай жерінің жүйке тамыры үзіліп кеткенін кім білсін, өзі де 9 жыл азаптанды. Ұлпан да 9 жыл азаптанды. Есеней қайтыс болған күні Артықбай батыр да қайтыс болыпты. Екі жақтың жіберген хабаршылары қарама-қарсы жолда кездесіп, екеуі де кейін қайтты. Әкесінің өліміне Ұлпан да бара алған жоқ. Есенейдің өліміне шешесі Несібелі де келе алмады. Ұлпанның осы күнгі көңіл аулары өзінен туған жалғыз қызы, қазір 10-ға толған Біжікен, Бибіжихан. Барлық мінезі өзіне тартқан ақ жарқын, ақ көңіл. Дене бітімі де Ұлпанның өзіне тартыпты, мүсінді, ажарлы бала. Ұлпанның қуанар жұбанары да, қайғырар мұңаяры да сол жалғыз қызы. Ұл таппай қыз тапқанына әуелінде ренжіп еді, осы күні қуаныш етеді. Шешесі мен қызы бірін-бірі тіл қағыспай түсінеді. Жан тамырлары бірге соғады, біріне-бірінің жүрек лүпілі естіліп тұрады. Бұдан 3 жыл бұрын Ұлпан 50 балалық медресе салдырып еді. Біжікен сол медреседе оқиды. Зирек болып шықты. Әліпби, әптек шырғалаңдарынан оңай өтіп, былтыр Құрамға түсті. Кешке қарай Ұлпанның қасына күнде келіп отыратын ауыл әйелдеріне мұңлық зарлық, Бәдігүл Жамал, Шахымаран қиссаларын, Еңлік Кебек, Қыз жібек, Қалқаман Мамыр сұлушаш жырларын оқып береді. Әндетіп оқи берген соң дауыста ашылып ырғақталып келеді. Қазақ әйелі қайғысыз мұңсыз болған ба, әйелдер солқылдап жылап отырып тыңдайды. Мұндай жылаулар әжелердің әжелерінен бері әйел жүрегіне қатқан шер-шеменді ерітіп, жуып жібергендей қуанысып қайтады. Ертеңіне тағы сол еді. Есеней қайтыс болғалы, бұл да тоқталып қалды. Ұлпан бұл кезде қара жамылған қаралы әйел. Үйінен шыға алмайды. Есеней ауырып жатқан жылдарда бұрын басталған істері аяқталып қалды. 10 ауыл Сибанды Есенейдің қазаны мен қолына қарап телміріп отырудан біржола құтқарды. Қашаннан бері Есенейдікі болып келген кең жерді әр ауылға бөліп берді. Мұнысы жалғыз бұл ел емес, жалпы Сібір қазақтары үшін жаңа бір үлгі еді. Оның аты не екенін Ұлпан өзі білген емес. Кедейлік жаншып, ділгірлік сорына белден батып отырған жоқ-жітікке Есенейдің жаны ашыды да қолдан келерін істеді де берді. Қазір Есенейдің малы 2 есе азайды. Оның есесіне ел Сибанның малы 10 есе көбейді. Әр үй өз текесін, өз айғырын мақтасып отырады. Ел аздап егін салады, шөп шабады, бала-шаға дірдектеп, қыс бойы киіз үйде отырмайды, жылы қысқы үйде отырады. Әсіресе осы қысқы үй үшін ел жұрты Ұлпанға қатты риза. Есенейді жұрт құрметтейтін де еді, қорқатын да еді. Ұлпанда жұрт әрі құрметтейді, әрі жақсы көреді. Бұдан 10 жыл бұрын Ұлпанға сұрана келуші еді. Осы күні ақылдаса келеді. Есенейге кімнің батылы барып ақылдасам деп ойлаған. Бұрын Есенейден ығысып ықтап қалған 5 болыс керей елі де үлкен дау жанжал болса, Сибан елінің ыңғайын байқау үшін Ұлпанға бір соқпай қоя алмайды. Ұлпан медресені де осы елдің балаларын оқыту үшін салдырып еді. Әттең, өзі оқымаған адам медресе салып, молда жалдап беруден басқасына араласа алмайды. Қысты күні және жайлау кезінде 40 шақты бала оқиды. Көктем кезінде балалар азайып қалады. Қазекең өз шаруасының ыңғайына қарай баласын бірнеше ай жұмысқа салады да, шаруасы бір ыңғайланған соң қайта жібереді. Бала сабағын үзілген жерінен жалғастырып оқып кетеді. Медресе балаларды қысы-жазы үзбей оқыта беретін болған соң ондайдың оқасы не? Әліппеден бастап неше жыл оқысаң да ана тіліне бір соқпайтын сабақты оқуда қиын. Сондықтан оқуды тастап кететін балалар да көп. Алдымен Мүсірептің үлкен ұлы тастап кетті. Бір жаз бір қыс Хисынха, Хиясынхи, Хитурхо төңірегінде отырды да, одан әрі аттай алмады. Қазір ол ауылының қойын бағып жүр.
Мүсірептің екінші ұлы Ботпай зирек Біжкенмен тайталыс оқып келеді. Әттең ойын құмарлау, ат құмарлау, домбыра құмарлау. Тегі ол да көп оқымас. Ұлпан түс намазын оқып отыр еді. Қызы сабақтан ертерек қайтып келіп, шешесінің мойнына арт жағынан асыла кетті. Сырттан құшақтап алып, шешесін ілгерілі кейінді теңселтіп, ұзақ тұрып қалды. Үн шығарып намазын бұзған жоқ. Намаз біткеннен кейін де құшақтаған бойы тұра берді. Немене күнім? Ұлпан бұрылып қызының жүзіне қарап еді. Еріндері бұртиып кеткен екен. Немене ботам? Молда намаз оқисыңдар дейді. Ертең ораза айы басталады. Ораза ұстап намаз оқитын болыңдар деді. Сібір қазақтарына ислам діні ноғай молдалар арқылы шегенделіп келеді. Көбі молда емес, шикі надан адамдар. Қазақты нағыз надан көреді де Құдай атымен шатастыра береді. Сауда саттықта ноғай саудагерлерінің қолында. Олар қазақты шешіндіре тонайды. Алла солардың қолында, сауда солардың қолында, алдау солардың қолында, пайда солардың қолында. Дінді де оңдырар түрлер жоқ, елді де оңдырар түрлер жоқ. Тегінде бұлар ноғай да емес, басқа да емес, саудагер деп аталуға лайық жаңа бір жұрт. Жалпы адам баласының қауымында саудагер дегеннен зұлым пенде болмаса керек. Жас баланың жаны соны сезініп түршігіп келіп тұр еді. Молда балаларды дәрет алуды үйретуге көлге алып кетті. Маған шешеңнен үйрен деді. Ботпай оразада ұстамаймын, намаз да оқымаймын деп үйіне қашып кетті. Біжкен Ботпайдың қалай қашқанын тағы көз алдына әкеліп күліп жіберді. Молда балаларға намаз үйрететін, ораза ұстататын болғанын естігеннен кейін жақсы оқитын балалардың бірі Ботпай тұра келіп қолын қусырып, молдеке ұлсат па деп еді. Бұл кәдуілгі түзге шығып келуге ұлсат сұраудың тәртібі болатын. Ұлсат деді молда. Ботпай далаға шығып алды да: молдеке, қара мысық Мұртеке, сен білгенді мен де білем, енді ауылыңа қайт, оразаңды ұстамаймын, намазыңды оқымаймын, кімге айтсаң оған айт, деді де қаша жөнелді. Оның артынан уәделесіп қойғандай ережеп қашып кетті. Біжкен күле тұрып шешесіне осының бәрін айтты. Ұят болған екен, деді Ұлпан. Мен де ораза ұстамаймын, намазда оқымаймын, деді қызы. Ұлпан қызын енді өзі құшақтап алып: жарайды, үлкен молда келген соң өзім сөйлесермін. Бар, балалармен ойнап келе ғой, деді. Қызым-ай, мен шойнақ болса да батыр атанған әкеме еркелеп, өр мінезді болып өсіп едім. Сен кімді арқаланар екенсің? Біжкеннің кейбір мінездері бала кезіндегі Ұлпанның өр мінездерін есіне түсіреді. Әлденені көңілі ұнатпаса, оны істемей қояды. Медресе ашылғанда 7 жасар Біжкен еркек балалармен бірге түскен жалғыз қыз бала еді. Бір жылдай сабақтан қуанып қайтып жүрді. Әуелі 29 қаріп таңбаларын білгеніне, одан соң таңбалармен қандай сөзді болса да қағазға жазуға болатынын білгеніне қуанушы. Биыл сабақта көбіне ренжіп қайтып жүр. Жалғыз Біжкен емес, барлық балалардың сабақтан ренжіп қайтар себептері көп. Балалар қысты күні бір бөлмеде, жазды күні киіз үйде оқиды. Әліпбиге кеше ғана түскендері де, алдақашан Құранға түскендері де бәрі бірге қоздай жамырасып шулап отырады. Дауыс шығармай іштен оқуға рұқсат жоқ. Дауысы естілмеген баланы молдекен солқылдақ шыбықпен жауырын ортадан тартып жібереді. Бір бала алиф би ти деп зарлап отырса, екінші бала рәсіра, рәсіри, рәтүрі деп сарнап отырады. Үшінші баланың күн бойы езмалталап отыратыны әлфки күсінән, әлфки кәсінен, әлфки күтір, үн, ән. Төртінші бала әндетіп Құран оқиды. Ішінен балағаттап отыр деуге де болар еді. 40 шақты бала қыс бір бөлмеде, жаз киіз үйде шулайды отырады. Күн бойы осылай, кеше де осылай, ертең де осылай. Егер осы сарнау зарлаудың ішінде бір ауыз мағына болса, оны бала түсінбейді. Молданың өзі де түсінбейді, түсіндіре де алмайды. Есік кіре бастаған балалар осыған наразы. Надан ел баламыз оқып жүр деп сеніп отырса, азды көпті көз ашық адам балалардың күн бойы мағынасыз шулап отыратынын жындыханаға теңер еді. Біжкеннің молдаға өз наразылығы бар. Ол күнде көзіне шалынып жүрген бірдемелерді қызық көріп суретке түсіретін еді. Екі лақ сүзіп жатыр. Шешесі намаз оқып отыр. Асылтас кемпір бір қап тезек теріп әкеле жатыр. Бұлары көркем сурет емес, әрине әшейін қарындашпен шимайлай салған сызықтар. Адамның нобайы мал баласының нұсқасы ғана танылады. Сол жаңа жарыла бастаған жапыраққа надан молданың қолы тиіп кетті де жұлып тастады. Әрбір бейсенбі күні молдекең балаларды қаз қатар жатқызып қойып дүре соғады.
балаларға жұмасына бір рет дүре соғу шындап дүрелемесе де, соның ишаратын істеу бала тәрбиелеудің бір қағидасына жатады. Ишарат көбінесе шын дүрелеудің өзі болып шығады. Оның себебі балалар жұмасында бір рет молдаға 2 тиын садақа әкелулері керек. Ертең жұма, бүгін садақа күні, бейсенбі. Кедей балаларында 2 тиын түгіл 1 тиынның өзі жұма сайын табыла бермейді. Осындай түсім аз болған күні молда кесі балаларды шындап дүрелейді. Дүреден азат жалғыз пішкен ғана. Сондай бір түсім аз болған бейсенбі күні ызалы молда балаларға дүре соқты. Өзі төр алдында балаларды киіз үйдің дөңгелек орайына қарай қатарлап жатқызып, әуелі солқылдақ талшыбықпен балаларды түгел бір-бір соғып өтті. Онысы ишарат дүресі. Садақаны аз әкелген балаларға ишарат дүресінің өзі де бата тиіп жатыр. Ондай балалар қайқаңдап қойып, қасындағы балаларға тығыла түседі. Екі қулау да арамлау бала әкелген садақалардың жарым-жартысын дамбал шықырына тығып қалдырған екен. Шыбыққа шыдай алмай, молданың алдына біреу 1 тиын бақырды, енді біреу жарты тиын қара күрешті тастай берді. Дүреден қайқаңдамайтын 2 бала бар. Ережеп пен Ботбай. Екеуі де шымыр денелі, ерегеспе, қайсар балалар. Бұл екеуі ишараттан кейінгі нағыз дүренің өзіне де көп қайқаңдамайды, өліп қалғандай жатады. Бішкен дүреден азат жалғыз қыз бала болса да, жалпы тәрбие тәртібі бойынша ол да дүрені көріп отыруға міндетті. Қазір ол іргеге қарай ығысып барып отырды. Қашанға деді осы. Дүре дегенді алғаш көрген кезде көзін кітаптан аудармай төмен қарап отырушы еді. Осы күні бойы үйреніп кетті. Бұрынғыдай дір етіп қалмайды, жылап та жібермейді. Дүреге ұшыраған балалардың қайсысы қандай мінез көрсеткенін аңдай отырады. Кейде қабағын шытады, кейде күліп жібере жаздайды. Жаңағы 2 бала молданың алдына садақадан қымқырып қалған 2 бақытты тастай бергенде, Бішкенге ойнақы бір ой келді. Қағазға соның суретін сала бастады. Қарындаш молданы айнала қарбыздай домалап жатқан көп басының суретін салды. Бұл қиын емес екен. Балалардың денесін жалғыз ғана сызықпен іспеттеп, сызықтың үш жағын 2 айырып еді, 2 аяқ болып та шыға келді. Оның несі қиын болсын? Балаларға тиген көк шыбық шып еткен сайын құшырланып қоятын молданың суреті Бішкенді өлгендей қызықтырып кетті. Мұртының жоғарғы жағы таңқита қырылған, 2 миығы тышқан көрген мысықтың мұртындай дірілдеп қояды. Істік мұрын, қара төбетей киген шақша бас, қолында ұзын көк шыбық. Ішінен күліп, өзімен өз болып отырған Бішкен не жазып отырғанына молданың көзі түсіп кеткенін аңдамай қалды. Шүңірейген шұңғыл көздердің қадала шүйілгенін де аңдаған жоқ. Молда өзін қателеспей таныды. Қандай жауыз етіп жасаған? Алла, мына малғұн қыз не жазып отырған? Молда мысықтай жымып келіп, Бішкеннің шималаған қағазын жұлып алып, жыртып тастады. Жынданып кеткендей екен. Көздері ұясынан суырылып кетердей жалақ-жұлақ етеді. Еріндері дірілдеп, әлденемені айтып қояды. Орысшылап тоқтап жүрмесе қайтсын. Құранда уәлат деген сөз кездессе де, билат деген сөз кездеспейтін еді. Содан бері Бішкен сурет салуды қойып кетті. Молдаға наразылығы ұмытылған жоқ, ұлғая берді. Сол жолы молданың қайта-қайта айта бергені, бәдбахыт дегені, қазақша бетпақ екенін білсе, Бішкен ендігі медресені де тастап кететін еді. Медреседе 2 молда бар еді. Үлкен молда Құсайын Ғази Есенейдің зиратына қойылатын құлпытасын алып келуге Тобыл қаласына кеткен. Енді 2 жұмада Есенейдің қайтыс болғанына жыл толады. Ас беріледі, ескерткіші орнатылады. Бүкіл Сибан елі соны күтіп, жайлауға көше алмай, баяғы Қарағайлы көлді айналап қонып отырып қалды. Ас әзірлігі ойдағыдай жүріп жатыр. 5 болыс керей уаққа түгел сауын айтылды. Шақырылмай қалған жалғыз кекеш қожық, ұрық қожық. Есеней суға құлап, үсті басы мұздап, жаурап келе жатып кездескенде де, қожықтың қосынан дәм татпай аттанып кеткенін ұлпан жақсы білетін, сондықтан оны шақыртпады. Осы жағынан бір жанжал шықпаса, өзге жұмыстарда ірің кезек белгісі байқалмайды. Қарағайдан қиған 7 қанатты, мұнарадай биік көк күмбез Есенейдің ескерткіші орнатылып болған. Әзір тұр. 6 қанатты ақ үйдей кең болып шықты. Төбесін шатырлап, жаппа қаңылтырын көкке бояған соң, көк күмбез атанына ма деген үміт те жоқ емес. Есеней сияқты ардақты адамның аты өлгеннен кейін атала бермеуге де тиіс. Тобыл қаласында жасатқан Есенейдің құлпытасын алып, Құсайын молда да келді. Ғажайып тас әкелгенін көтере мақтап кетті. Қымбатқа түсіпті. Құдайдың құдіретімен тасқа
алтын мен күміс араласа қайнасып біткен екен де, 40 тастың 3/1 алтын мен күміс, өзіңіз көрерсіз, алтыны мен күмісі тамырланып, сыртына шығып жарқырап. Рахмет, Молдеке, ондайда тас болады екен-ау, қалай тапқансыз, деді Ұлпан. Ақша бит, ақша, деді молда. Оның ар жағын Ұлпан оңай түсініп те қазбалаған жоқ. Балалардың оқу жайларына бұрып әкетті. Күнәсіз, сәби балаларға ораза ұстатып, намаз оқытып керегіне, 3 күннен бері 12 бала медресеге келмей жүр. Әке-шешелер де балаларына ұрыспапты. Қайта кіші молдан мазақтайтын көрінеді. Бішкен әрең-әрең барып қайтады, деді. 12 баланың сабаққа келмей қойғаны Молдекеңе 12 қозысын қасқыр жеп кеткендей тиді. Лағнат ол бәлебай малайына. Кетерем, ана, ертеге кетерем, деді. Осымен балалар наразылығы аяқталып қалып та, наразылық 2 молданың арасына ауысты. Тері-терсегі көп, қайыр-садағасы көп оразайы келе жатыр. Есенейдің асы келе жатыр. Бұл тұста үлкен молда кіші молданы шайнап тастамасына шарасы жоқ. Көк күмбездің ішіне көк тас орнатылып, маңайы тазартылып болған соң, Құсайын молда Ұлпанды зират басына шақырып еді. Ұлпан қасына дәмелі мен шынарды Бішкенді ертіп келді. Орал тауының алтындай жарқырайтын мысы мен күмісі аралас, тарам-тарам тамырлары бар шағала тас Ұлпанға қатты ұнады. Кей жері сұрғылт, кей жері көгілдір тартқан тас айнадай жалтылдайды. Қалай кесті екен, қалай сүргіледі екен, қалай сүртті екен, жақындап кетсең кескінің көрінеді. Құсайын молда көк күмбезді күңірентіп аят оқыды. Молдасынан кейін Бішкен әзірленіп тізерлене бастады. Молда оны көптен әзірлеп жүрген. Іркілген жоқ. Дауысы әуелі азғана дірілдегендей шығып еді, ұзамай ашылып кетті. Қандай үнді, қандай мұңды дауыс еді. Құран емес, жыр оқып отырғандай, өзі түсінбейтінді жұртқа үнімен түсіндіріп отырғандай. Жас баланың балғын үні кейде жүрегіңді елжірете ерке шығады да, кейде өкпен аздай ойландырып қалады. Әлде кімге, алыстағы біреуге зарын айтып, шағынып тілек еткендей болатынында бар. Бір кезде әйелдер жылай бастады. Қыз дауысы өзгеріп, әлденелерді ана тілінде айтып отырғандай естілді. Апа дегендей еді қыз дауысы. Апа, менде неге әке жоқ, апа? Маған да әке керек боларыны сен білсең керек еді ғой, апа. Апа, сені бала біткен Ақнар апа дейді. Олар шеше дегенінде, сен алтын шешесің, апа. Сенен артық шеше болады деймісің? Сонда да менің әкем жоқтығы жаныма батады да жүреді. Әкелі бала қандай, мен қандаймын? Мен неге әкеден ерте айырылдым, апа? Жоқ, апа, мен жетімсіремеймін. Бірақ әкесі бар баланы көргенде ылғи жылағым келеді. Қызғамын ба, күндеймін бе? Жоқ, екеуі де емес, апа. Басқа балалар әкесінің мойнына асылып еркелегенін көрсем, маған сол батады. Мен болсам әкемнің мойнына бір асылып еркелеп көрмеген екенмін. Соны сағынамын, апа. Әкем мені сүйіп көрген жоқ, бір рет басымнан сипаған жоқ. Мен соны сағынамын, апа. Үнемі шымылдық ішінде жататын ауру әкесін Бішкен 4 жасқа толғанша көрген жоқты. Балаға әке керек екенін білген де еместі. Бір күні ойнап жүріп, балалықтың көз құмарлығына шыдамай, әкесінің шымылдығын ашып қалып еді, орнынан қозғала алмай қатып қалды. Қорқып кетті. Мұндайда үлкен бас болады екен-ау. Қырау басқан бураның басыма дерсің. Бет-аузы табақтай жалпақ, қатпар-қатпар, қара шұбар, бар денесі селк-селк етіп жатыр. Екі қолын екі үлкен адам ұстап отыр. Әкесінің селкілдеген қолдарымен бірге екі үлкен адам да селк-селк етеді. Жас бала шыңғырып жіберді. Есін шешесінің алдында жатып жинады. Қорықпа айналайын, ол сенің әкең қатты ауырып жатыр, жазылады, деді Ұлпан. Анау екі кісі неге әкемнің екі қолын ұстап алып жібермей отыр? Екі қолын екі кісі ұстап отырмаса, әкең дірілдеп ұйықтай алмайды. Бір кісінің әлі келмейді. Әкең батыр адам. 4 жастағы Бішкен әкесі барын осылай біліп еді. Әуелі әкесінің түр сипатынан қорқып кетсе де, көп ұзамай көзі де үйренді, бойы да үйренді. Табиғат сыбырының құлаққа кірмес, ойға ұяламасы жоқ қой. Жас баланың көңіліне әкесі барлығы айнымас бұлжымас сенімді қуаныштай орнығып қалды. 7-ге толған соң сабаққа кетерде әкесіне бір тостаған қымыз апаратын болды. Әкесінің екі қолын екі адам ылғи ұстап отырады. Екі аяғын бір бума жүкпен бастырып қойыпты. Кейде Бішкен сол буманың үстіне отырып алып, әкесімен ойнағысы келеді. Селкілдеп жатқан буманың үстінде ұзақ отыра алмайды, сырғып барып құлап түседі. Соған мәз болып күліп тұра келеді де, әке, мен сабаққа кеттім, сен ұйықтай тұр дейді. Бара ғой, бөбегім, бара ғой, дейді әкесі. Бішкен үйден шығып кеткен соң
ауыр күрсініп, «О, Құдайым-ай» деп қалады. Мүгедек әке жалғыз перзентін тым болмаса бір рет қолына алып маңдайынан иіскей алған емес, тым болмаса бір рет шашынан сипай алған емес. Ондайда азап бола береді екен-ау. «О, Құдайым-ай» дегені сондай ауыр зардың, сондай ауыр күйініштің жалынындай шығады. Қай балаға да әке керек. Есеней сияқты мүгедек әке де керек екен. Біжген қазір сол әкесін сағынып, зарлап отыр. Біжген даусы тағы бір сарынға ауысты. «Апа» дегендей қызының даусы. «Апа, мен неге жалғыз болып тудым екен, апа? Менде аға да жоқ, іні де жоқ, сіңлі де жоқ. Көп қыздардың ағалары да бар, іні сіңлілері де бар. Менде бір өзіңнен басқа ешкім жоқ. Неге бұлай, апа? Сен де жалғыз, мен де жалғыз. Неден бұлай болды, апа? Сенің күрсінетініңді мен ұйықтап жатсам да естемін, сабақта отырсам да естемін. Сол күрсінуің қашан тоқталар екен, апа? Мен ойнап жүріп те қуана алмаймын. Басқа балалардың қуанғанына қызығамын. Балалар қуанғанда қандай әдемі, қандай жақсы болып кетеді. Мен сонысына қызығамын. Әлгі Сейдек дейтін кішкене бала бар ғой, сол ойнап жүріп құлап қалса, менімен жасты Айша оны үйіне арқалап әкетеді. Бағила құлап қалса, ағасы сансызбай көтеріп әкетеді. Мен осыған да қызығамын. Мен де біреуді көтеріп әкеткім келеді. Кішкентай кезімде мен де біреу үйге көтеріп әкелді ме екен деп ойлаймын, апа. Біжген мұның бірде-бірін шешесіне ауызба-ауыз айтқан емес, айта алмас та еді. Бұл оның ойы ма, сезінуі ме, оның өзі де білмейді. Оны білу қайдан оңай болсын. Қыз шешесін кінәлап та отырған жоқ, қайта шеше зарын қосайтып отырғанда еді. Бір сөзіне түсінбейтін Құранды оқып отырып даусымен, үнімен айтты. Онысы сағыныш зары екенін шешесі де түгел түсінді. Қызымның есі кіріп қалған екен-ау деп ойлады шеше.